Bugun biz жаңа qaror boshlaymiz. Iqtisodiyotlar teoriyasining negizlari degan. Tushundingmi? Topga bo'lindik. Mana oldamda turgan toplarning atına qaray bugun bizning taqdirimizni aniqlasak bo'ladi. Bizdan so'ng bugun bizning taqdirimiz qanday taqdir? Iqtisodiyotlar teoriyasining negizlari, so'ng ishda bugun bizning o'quv maqsadimiz voqealar, kezisi voqealar, haqiqat voqealar, jalgan voqealar nemisi mumkin emas voqea deb ataladi. Qo'layli natijalar teng mumkinlikda yana qarama-qarshi voqealar bundan keladigan bo'ladi. O'sha anықтамаларni tanishamiz, o'sha anықтамаларga байланысты maqsadga байланысты tafsirmalar o'rindaymiz. Ya'ni bugun biz to'pdan жұмыс жасаймыз, және жеке жұмыс жасаймыз. Әрқайсысына жеке tafsirmalar beriladi. Tushundingmi? Hareket qilamiz. So'ng gapir кездесу оқиғалар бізде өмірімізде көптеп кездеседі. Мысалы, күнделікті өмірде орындалатын да, орындалмайтын да оқиғалар бар. Мысалы, ертеңгісін тұрып далаға қарайтын болсаңдар, күн ашық болуы мүмкін, жауын жауы мүмкін, немесе қар жауы мүмкін, немесе қандай болуы мүмкін? Жел тұруы мүмкін. Яғни бұл оқиғалардың біреуі орындалса, екіншісі орындалмайды. Түсіндіңіз бе? Яғни жаңағы ауа райының өзгеруі барлығы оқиғалар орындалу мүмкіндіктері бірдей, бірақ оның біреуі орындалса, екіншісі орындалмайды. Мысалы, күн қазір ашық болып тұр, жауын жауып тұр ма? Жоқ. Яғни не жауын жауады, не ашық болады, не боран соғады, не қар жауады деген сияқты. Солай ма? Олай болса, сонымен кездейсоқ оқиға дегеніміз, неткен жалпы оқиға дегеніміз не? Сынақтың қандай да бір нәтижесінің орындалуын элементар оқиғалар деп айтамыз. Сынақтың әрбір элементар нәтижелердің жиынын элементар оқиғалар кеңістігі деп айтамыз. Оқиғаның үштігі бар. Дәптерге жазғанда оқиғаның үш түрі. Кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға, жалған оқиға. Қаржыңызыңыз. Кездейсоқ оқиғаның үш түрі бар. Кездейсоқ оқиға, жалған оқиға, және қандай? Ақиқат оқиға. Бұның әрқайсысына қазір тоқталып өтеміз. Мен қомпенемін. Асық. Яғни бірінші мысал. Асық ойнауды білесіздер, иә? Асықты лақтырғанда бұл қанша жаққа түседі? Төрт жаққа. Қандай? Алшы, тайқы. Яғни біз бұны асықты лақтырған кезде, мысалы, бір қандай бір нәтиже алу үшін, біз бірнеше тәжірибе жасаймыз. Түсті ме? Яғни, мысалы, мен лақтырған болсам, қазір қай жағынан түсті? Бұл жағына келесі. Шек жағы. Яғни, мысалы, лақтырған, мысалы, алшы жағынан түсу үшін сен асық ойнаған кезде, бірнеше рет тәжірибе жасайсыңдар. Яғни, бер қараңдар. Тәжірибе дегеніміз, мен мысалы асықты лақтырсам, ол не болады? Тәжірибе болады. Ал енді асықтың қандай да бір жағымен түсуі, ол не болады? Оқиға немесе нәтиже. Түсінді ғой? Яғни, тәжірибенің қандай да бір нәтижеге жетуі, ол оқиға болады. Түсінді ме? Енді бер қараңдар. Осы асықтың төрт жағының біреуіне түсуі, ол қандай оқиға? Кездейсоқ оқиға ма? Ақиқат оқиға ма? Жалған оқиға ма? Яғни ол кездейсоқ оқиға. Түсінді ме? Ал енді тағы мысал. Жұмыртқаны пісіруді білеміз ғой? Жұмыртқаны пісірудің үш оқиғасын қарастырайық. Жұмыртқа піседі, жұмыртқа піспейді, және піскен жұмыртқадан балапан шығады деген. Үш оқиғаны қарастырайық. Осы жерде қандай оқиға? Жұмыртқаның пісуі және піспеуі, ол қандай оқиға? Ақиқат оқиға. Жұмыртқа піседі, піспейді. Ал енді піскен жұмыртқадан балапан шығу деген ол қандай оқиға? Мүмкін емес. Дұрыс айтады, Нұрасыл. Жалған оқиға. Мен жаңа айттым ғой, оқиғаның қанша түрі бар дедім? Кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға, жалған оқиға. Яғни жаңағы екінші мысалымызда жұмыртқаның пісуі, піспеуі
үшеуі ол ақиқат оқиға. Ал енді жұмыртқадан балапан шығу, піскен жұмыртқадан балапан шыға ма? Ол жалған оқиға. Енді келесі. Мына не? Яғни ойын сүйегі, ойын тасы деп аталады, иә? Оның қанша жағы бар? 6 жағы бар. Бұны қандай ойындарда ойнайсыңдар? Енді берғанда, осы ойын сүйегі жағында біздің қанша жағы түседі бұны? Бірақ жағы түседі, иә? Бұның 3 жағында жұп сандар бар, цифрлар, 3 жағында ақ цифрлар бар. Себебі бұл қандай номерлер? 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген. Енді қараңдар. Осыны лақтырған кездегі кез келген бір жағының түсуі ол қандай оқиға? Кездейсоқ. Ақиқат оқиға. Себебі кез келген жағын аламыз. Ал енді лақтырған кезде жұп жағының түсуі кездейсоқ. Бізге мысалы тақ жағы керек болса, лақтырған кезде оқиғамыз жұп жағына түсіп қалса, яғни нәтижеміз онда ол кездейсоқ оқиға. Ал енді осы лақтырғанда 7 деген ұпайдың шығуы қандай оқиға? Жалған оқиға. Түсінікті ме? Сонымен кездейсоқ оқиға, жалған оқиға, ақиқат оқиға дегенді ажырата аламыз ба? Түсінікті ме? Олай болса, сіздерге мынандай топпен тапсырма. Қазір мен сіздерге мынандай өздігімен қағазын аратамын. Бірінші топ, яғни мына жерде былайсыздар. 3 жағдай беріледі. Соны мынаның қайсы оқиға, қайсы тәжірибе екенін анықтайсыздар. Мысалы, тиын лақтырылды, оқиға ма тәжірибе ме? Одан кейінгі ертең башағының түсуі, оқиға ма тәжірибе ма? Соны анықтап айтасыздар. Ескертеміз, мәтіннің тәжірибе екенін анықтайды, мәтіннің оқиға екенін анықтайды. Егер дұрыс анықтасаңыздар, 2 балдар. Жағдайымыз тиынды лақтырылды. Тиын лақтырылды. Ол уже бізде тәжірибе болады. Себебі неге? Себебі біз тиынды өзіміз лақтырып көре аламыз. Ол тәжірибе ретінде болады. Екінші оқиғамыз ол бізде елтаңбада түсуі. Ол бізде кездейсоқ. Немесе біз лақтырған кезде ояқтар ариал немесе решқа түсуі мүмкін. Біз білмейміз қай түседі. Оны сұрай кездейсоқ болады. Оқиға. Қай екінші топ? Кім түсінеді? Мен оқиғаны көрсетейінші жоқ. Қайсы оқиға? Бірінші тәжірибе, екіншісі оқиға болды. Бірінші тәжірибе деген санаға оқты аттыңдар. Бірақ нәтижесі ана оқпат кейінде ғана шығады, ол неме нәтижесі оқиға деді. Ал енді санаға тию, ол бізді тәжірибе ма, оқиға ма? Оқиға. Нәтиже, яғни оқиға болады. Түсінікті ме? Кәне, жазылдаған қайсы тәжірибе, қайсы оқиға? Жәшіктен ойыншықты алу тәжірибе, ал алынған ойыншықтың белгілі бір түсі болу оқиға. Дұрыс, жарайсыз, отырамыз. Ернар, Арсен, Бауыржан, Бауыржан, Сергей, Ахмади қайда? Ахмади, Азаматқа 2 балл жібердім, себебі ол айтып түсіндіріп. Түсінікті ме? Тақтайға қараймыз бәріміз. Мына бәрі анықтамалы. Қарайсың, тәжірибе дегеніміз не екен? Яғни тәжірибе дегеніміз нәтижесі байқауға болатын объектіні түсінеміз. Мысалы, емтихан тапсыру, мылтық ату, немесе ойын тасын лақтыру деген ол бізде не болады? Тәжірибе болады. Ал нәтижесі, тәжірибенің нәтижесі, ол бізде не болады? Оқиға болады. Тәжірибенің нәтижесі оқиға болады. Түсінді ме? Келесі, егер берген тәжірибенің нәтижесінде оқиға міндетті пайда болса, ол қандай оқиға? Ақиқат оқиға. Кездейсоқ оқиға дегеніміз не орындалатын, не орындалмайтын оқиға. Мүмкін емес оқиға дегеніміз не? Егер тәжірибенің нәтижесінде оқиғаның пайда болмауы, ол қандай оқиға дейді екен? Мүмкін емес немесе жалған оқиға. Келесі, үйлесімсіз оқиға деген бір мезгілде орындалмайтын оқиғалар үйлесімсіз. Мысалы,
mümkün mü? Mümkün emas. O bizga qanday? Uylanishsiz. Ya'ni bir vaqtda ikki tajribaning o'rnamuvi bu qanday o'qigan? Uylanishsiz o'qigan bo'ladi. Kelasi bo'linib bo'lma mumkinliklari birdek, ya'ni bir-biridan ortiq so'zli o'qiganlar, teng o'qiganlar deb ataladi. Misol, imtihon biletning juft nemisi taq bo'luvi. Tushunmi? Teng o'qigan. A o'qig'asi bo'lmagan joyda bu o'qig'asi o'rnalib bo'lsa, B o'qig'asi A o'qig'asidan qaramag'asi o'qiga deb ataladi. Misol, juft nemisi taq o'qaylardan tushadi. Tushunmi? Misol, biz juft pay tushib vaqtdan keyin qaram pay tushib bo'lsa, unda u qanday qaramag'asi o'qiga bo'ladi. Endi orqasidan chekka-chekka tafsirma. Tafsirmani o'rnasida haqiqatni o'qigandan tamasi qaysi bo'ladi? Ko'rsatishni sizlarga yetakchidan turib bilamiz, o'ya. Ko'rsatasizlar. Mumkin emas o'qigandan tamasi qaysi, tezisi o'qigandan tamasi qaysi. So'ngan keyin mana misollarni chekib sakkizindirasizlar. O'qiganlar qay misol? Haqiqat, qay misol mumkin emas, qay misol tezisi. Sakkizindirasizlar. So'ngan keyin bir-birlari bilan xarakterni oltirasizlar. Bir-birini tekshirasiz. Misal kelib qo'ydim, har o'qigaga. Senlar orasida endi ikki misoldan jazosinglar. Har o'qigaga. Tushundingmi? To'g'rimi? Ya, bu yerda kim o'rnidan tursa tushunib beradi, so'qam bo'ladi. Keyin o'qishni